Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін шоколадный кекс жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып саламыз. Қантты біртіндеп қоса отырып, миксердің көмегімен көпіргенше араластырамыз. Келесі кезекте құрақ ингредиентті жеке араластырамыз, яғни ұн, какао және ас содасы. Жақсылап араластырған соң, жұмыртқалы массамыздың үстіне сұйық майды құямыз және қасықтың көмегімен құрақ ингредиенттерді саламыз. Және де силиконовый лопатканың көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Енді біз формамызды алдын ала сұйық маймен майлап аламыз. Енді келесі кезекте дайын массамызды саламыз. Барлығын құйып болған соң, оның үстіне кез келген тосапты, яғни варенье пайдалануға болады. Барлығына салып болған соң, оның үстін тағы да біз массамызды құямыз. 180 градуста 30 минутқа қойып қоямыз. Бетіне сахарный пудра септім, яғни қант ұнтағын. Толықтай суыған соң формадан босатамыз. Өте әдемі, барлық жері толықтай пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте әдемі болып шығады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.